Қазақстандық ғалымдар ресейлік әріптестерімен бірге Каспий теңізі мен Жайық өзеніндегі бекіре тұқымдас балықтардың миграциясын бақылаудың жаңа әдістерін сынақтан өткізуде. Мұнда алғаш рет акустикалық таңбалары бар бекірелерді қадағалау әдістері көрсетілді. Балықтың қанатына орнатылған электронды чиптерде ол туралы барлық ақпарат пен сериялық нөмір бар. Бұл балықтардың жүру жолы, жылдамдығы және өзге де ақпараттарды жинақтауға мүмкіндік береді. Биылша тек тәжірибе жасаған ғалымдар келер жылы зерттеу жұмыстарына көшуді жоспарлап отыр. Мы приехали сюда для того, чтобы совместно с казахскими нашими коллегами начать вот этот вот достаточно грандиозный проект по акустическому мечению нерестовых миграций севрюги в реке Жайык или Урал по-старому, да. И этот проект, который задумывался несколько лет назад. Біз қазақстандық әріптестерімізбен бірлесіп Жайық өзеніндегі бекіре тұқымдас балықтардың миграциясын акустикалық таңбалау бойынша ауқымды жобаны бастадық. Бұл жұмысты көптен бері ойлап жүргенбіз, сәті енді түсті. Биыл әдістерді тәжірибеден өткізіп, қалай жұмыс істейтінін көргіміз келеді. Балықтарға чипті орналастырдық, кейін бір бекірені тоғанға, 2 бекірені өзенге жібердік. Ал келер жылы толыққанды мониторинг жүргізбекпіз. Қос елдің ғалымдарының басты мақсаты Каспий бекірелерінің популяциясын сақтау. Егер мамандар мақсатқа жетсе, балықтар уылдырық шашатын жерге өз бетінше барып, табиғи жолмен көбейеді. Өкінішке қарай облыстағы балық өсіретін зауыттар бекіре тұқымдастарының санын көбейтуге тырысып жатқанмен күштері жетер емес. Зауытта көбеюдің генетикалық құрылымын талдау, бағалау үшін іріктеу жүргізіледі және акустикалық бақылау схемасының максималды тиімділігі бағаланады. Жұмысының мақсаты мына Жайық Каспий бассейніндегі бекіре тұқымдас балықтардың экологиялық мониторингі. Яғни, мына бекіре тұқымдас балықтардың Жайық бойында орналасқан уылдырық шашу орнына дейін жетіп жетпеуін анықтау. Сол мақсатына жасалып жатқан ғылыми зерттеу жұмыстары, негізгі мақсаты сол. Енді жұмыстың мақсаты бір жағынан бекіре тұқымдас балықтарын, яғни соның ішіндегі шоқыр балығын алып, оның үстіне арқасындағы жүзу қанатын алып, жаңағыдай акустикалық метка дейді, соны салып, суға жіберіп, содан кейін жаңағы дыбыс, яғни звуковой сигнал дейді ғой, соның арқасында балықтың жай-күйін анықтаймыз. Осылайша ғалымдар бекіре тұқымдас балықтардың уылдырық шашатын жерлерін бақылауға алып, қорғаймыз деп отыр. Және қолға алған жұмыстардың нәтижесінде бекіре тұқымдастар Жайық өзеніндегі уылдырық шашатын жерлерінде өздері көбейеді деген үмітте. Нұрбибі Теміртасова, Аружан Ақшабаева, Фархат Тәжібаев, Каспиан Ньюс.